Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қолдың ең керемет дәмді, яғни домашний пряникиді жасаудағы өз нұсқаммен бөлісетін боламын. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Ал кеттік. Ең алдымен сүтімізді қайнатып аламыз. Өйткені біздің жасайтын қамырымыз заварной болады. Сүт бақа қайнап жатқанша ұнымызды қосамыз. Бұл жерде 125 грамм ұн, ұнның бір бөлігі ғана. Оған қантты қосамыз. Негізі бізде осы қамырға 625 грамм ұн кетсе, соның 125 граммын ғана қосасыздар. Барлық ұнды бірде қоспайсыздар осы жерде. Енді жаңағы сүтіміз қайнаған кезде сүтіне көпіршіктер пайда болады ғой. Сол кезде жаңағы ұнымыз бен қантымызға құямыз сүтімізді және жақсылап араластырамыз. Арасында іртік-іртіктер қалып қоймасын. Міне, дәл видеодағындай етіп араластырып аласыздар. Қант еріп, сондай әдемі бір келкі масса пайда болады бізде. Келесі үстіне сұйық майды қосамыз да жақсылап осы сұйық майымыз біздің массамызға сіңгенге дейін жақсылап асықпай отырып араластырып аламыз. Сұйық май сіңген кезде енді қалған ингредиенттерді рет-ретімен қосамыз. 1 жұмыртқа және 2 желток қостық. Тағы да араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алып, ванилин қосамыз және қопсытқыш және де ұнның қалған бөлігін қосасыздар да қамыр илейсіздер. Міне, ұнның жаңағы бағана біз ұнның 125 граммын қоссақ, қазір қалған 500 граммын қосып, осылай қамыр иледік. Дайын болған қамырымызды қазір кішкене ұн сеуіп алып, жайып шығамыз. Қамырларыңыз андай жабыспайды, сондай күшті болып шығады. Міне, ұн сеуіп жіберіп, кішкене қамырымызды жаямыз. Қамырдың қалыңдығы 1 сантиметрге жетер-жетпестей болады. Осындай, міне, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, осындай қылдырып, барлығын осылай дөңгелетіп кесіп шығасыздар. Форманың осы көмегі арқылы. Осылай пряниктерді кесіп алып, алдын ала духовкада 180 градуста қызып тұрған духовкада 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне, дайын пряниктерді пісіруге жібердік. Енді үстіне жағатын меренгамыз дайындаймыз. Жаңағы 2 жұмыртқаның ағы бар ғой, бағана 2 сарысын қостық қой. Содан қалған 2 жұмыртқаның ағы, яғни белогына қант ұнтағын, сахарный пудраны салып, миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз ағарып, үлкейе бастайды. Бұл жерде сіздердің меренгаларыңыз андай құрғақ, сондай стойкий болуы міндетті емес, өйткені қазір жаққанда ыңғайсыз болады. Пряниктер пісіп шыққаннан кейін, әбден суығаннан кейін көріп тұрсыздар ғой, міне меренганың қоюлығын. Сол меренгамызды осы пряниктерімізге жағып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей, міне, бетіне, жан жағына, астына, барлығына жағып шығасыздар. Осылай содан кейін 1 сағатқа қалдырасыздар. Сол кезде бұл меренга кеуіп, құрғап, қолға жабыспайды. Меренганы жағар алдында сіздердің пряниктеріңіз әбден су керек. Ыстық күйінде жақпаймыз. Барлығын рет-ретімен жағып аласыздар. Жаңағы 2 белоктан шығатын меренга барлық пряникке жетіп шықты. Менде осы рецебім бойынша 1,5 противен шықты. Яғни біреуі толық, екіншісі жарты. Міне біздің пряниктеріміз дайын. Енді дәмі деген өте керемет қой. Бір жесеңіз тоқтай алмайсыз. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыз.